Өздеріңізге белгілі 1703-1792 жылдары өмір сүрген Мұхаммед ибн Абдул-Ваххаб есімді кісінің қазіргі уахабизм, салафизм ағымының негізін қалыптастырып кеткен кісі. Енді осы Мұхаммед ибн Абдул-Ваххаб шын мәнінде қаншалықты Құран сүннетпен жүрді. Енді Кашфу Шубахат деген есімді ол кісінің кітабы бар. Біздің елімізде тыйым салынған кітап. Сол кітаптың 54-ші бетінде былай деп айтады. Иман мәселесі жайында. Ла хилафа анна ат-таухида ла будда ан якуна бил қалби вал лисани вал амали. Бірінші иманға айтып атқан нәрсесі, таухид шын мәнінде жүрекпен, тілмен, амалмен болатындығына талас жоқ дейді. Бірінші мәтіні. Бірақ шын мәнінде талас болған. Имам Абу Ханифа рахимуллах амалды қоспаған. Фихул Акбар кітабын қараңыз, Әл-Уасия кітабын қараңыз, және Имам Тахауи рахимуллахта да амалды қоспаған. Иман тілмен айту, жүрекпен бекіту деген. Енді бұл кісі Мұхаммед ибн Абдул-Ваххаб не істеді? Амалды қосады, және оған ешқандай хилаф жоқ дейді. Бірінші қателігі бұл мәтіндегі. Және былай деп айтады. فَإِنْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنُ الرَّجُلُ مُسْلِمًا. Енді бұл кісі айтып жатыр. Осы үшеуінің біреуі болмай қалса, біреуі болмаса, я жүрекпен сенбесе, тілмен айтпаса, немесе тілмен айтып жүрекпен сеніп те амал етпесе, яғни намаз оқымаса, ораза ұстамаса, ләм якунур раджулу муслиман, ол кісі мұсылман болып саналмайды дейді. Мұсылман болып саналмайды дейді. Ашық кітабын айтып жатыр. Жалғасында не дейді? Тек қана бұлмен шектелмейді. Яғни амалы жоқ адамды кәфірмен ашық айыптап жатыр. Бұл мәтіннен де көретіндігіміз, Имам Абу Ханифа рахимуллахтың жоғарыда айтқан Әл-Уасия, Фихул Акбар кітаптарында амал иманнан бөлек, оның жүзі емес деген арнайы бап қояды. Және үлкен күнә жасаушылар діннен шықпайды деген. Ал бұл кісі ешқандай шарт қоспастан бірден не істеп отыр? Мұсылман емес дейді. Жай ғана мұсылман емес демейді. Сөйлемнің жалғасында фәин аррафат таухида, егер ол адам таухидті таныса, білсе, Алланың жалғыздығын мойындаса, уәләм яъмал бихи, және оған амал етпесе, яғни намаз, ораза, зекет, қажылық ешқайсысын жасамаса, фахуа кафирун, ол адам кәпір дейді. Үкім беріп отыр. Фахуа кафирун, ол адам кәпір дейді. Жай ғана кәпір емес, не дейді? Маанады кафирауна ва иблиса ва амсалихим. Оның кәпірлік дәрежесі дейді. Алла сақтасын. Фирғауын, Ібліс және соның мысалдары сияқты дейді. Бұл жерде Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың ашық айтып жатқаны, біріншіден амалды шарт қосты, және оған талас жоқ деп қате айтты. Шын мәнінде Имам Абу Ханифа рахимуллах амалды қоспаған, амал иманның бір жүзі емес деп арнайы тақырып қойған. Және не істеді? Бір адамға таухид жетсе, осыларды үйренсе, бірақ ол адамда осы үшеуінің біреуі болмаса, ол адам кәпір болады дейді. Ал енді Имам Абу Ханифа рахимуллах салафтан ол өзінің кітабында амал етпеген адамды тікелей кәфірге шығармайды. Керісінше, егер ол адам намаз оқымаса, ораза ұстамаса, парыздығын мойындамаса, діннен шығатындығын айтқан. Ал енді еріншектікпенен, нәпсіге еріп, амал етпей жүрген болса, ол адам кәпір емес, үлкен күнә жасаушы, ал үлкен күнә жасаушы кәпір болып саналмайды деген. Екінші қателігі әхлі сүннетке қарсы көзқарас. Үшіншісі, ашық тұрда айтады. Таухид жетті, таухидті үшке бөлді, иманды үшке бөлді, оған таухид жетті. Қазақстан мұсылмандарын алып қарайық. Енді не дейді? Таухид жете тұра ешбіріне амал етпесе, оның кәпір болғандығы жай ғана кәпір емес, кәпірлік деңгейі Фирғауыннан алейхилланадан және Иблистен де артық дейді. Міне кезінде Сирияға кеткен бауырларымыз, джихад деген ұранменен осындай кітаптарды оқу арқылы Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабқа тікелей амал ету арқылы олар солай кетті. Шын мәнінде уахабизмнің бүкіл ағымдары, тәкфири болсын, сурури болсын, матхали болсын, бүкілінің түпкі тамыры Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың осы кітаптарын оқумен басталады. Алла сақтасын.